السلام عليكم إخوة الأكارم، كيف أنتم؟ Бүгін өткен шақ етістігінің түрленуі жазу деген етістікті аламыз. Кәтаба деген етістік. Бұл жерде мына бір деген бірінші шақ, екінші шақ, үшінші шақ. Бірінші шақ деген мен, екінші шақ сен, үшінші шақ ол. Барлығы жеке-жеке көше түрде соны түрлендіру қалай болады? Мысалға мен жаздым, сен жаздың, ол жазды деген арабша түрленуі. Жекеше. Бұл жерде бірінші шақ мен жаздым, біз жаздық. Қазір сіздерге осының жалпы харекесімен көрсетейін, сол кезде түсінікті болады. Мінекей харекелерін қойып қойдым. Кәтапту мен жаздым, кәтабна біз жаздық. Екінші шақ сен. Кәтапты сен жаздың, кәтаптума сен екеуің жаздың, кәтаптум сендер жаздың. Деген ертегі еркісілерге. Кәтапти сен жаздың, кәтаптума сен екеуің жаздың, кәтаптуна сендер жаздыңдар. Елтегі Үшінші шақ кәтаба сен жаздың, кәтаба сен екеуің жаздың, кәтабу олар жазды. Ертегі кәтабат ол жазды, әйел кісі кәтабата ол екеуі жазды, кәтабна олар әйел кісілер жазды. Осылай біз кез келген негізінде араб тілінде сөздіктен кез келген етістікті іздейтін болсақ, мынау үштік соңғы үшінші шақ жекеше ертегіндегі етістік шығады. Сол етістікті кез келген осы формаға салатын болсақ, қай шақта қай әйелтегі немесе ертегі жазып жатыр, айтып жатыр, соны білеміз. Сондықтан осы өткен шақ етістігінің осы кестесін араб тілін үйренем деген әрбір кісі жаттап алу керек. Келесі сабақта сіздермен осы шақтың түрленуін, осы шақтың кестесін үйренеміз.